Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды гуманитарлық колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту бөлімінің 4-ші курс студенті Нығметова Айдана. Бізде қазір диплом алды практикасы болып жатыр. Берілген тапсырма театр ойындары тақырыбы бойынша мен ертегі қойылымына дайындық жұмыстарын әзірледім. Мен бауырсақ халық ертегісінің атрибуттарын жасадым. Бұл театрландырылған қойылымды көруге бірнеше кішкентай топ балаларын шақыруға болады. Мақсаты балаларды ертегінің мазмұнымен және жануарлардың іс-әрекеттерімен таныстыру, қиялын, ойлауын, сөздік қорын, байланыстырып сөйлеуін дамыту, балаларды жағымды, жағымсыз қасиеттерді айыра білуге және аңқау болмауға тәрбиелеу. Ертегі. Баяғыда бір кемпір мен шал болыпты. Бір күні шал: "Кемпірім, кемпірім, маған бауырсақ пісіріп берші", депті. Кемпірі: "Үйде ұн жоқ қой, неден пісіремін?" депті. Шалы: "Қамбаны қырсаң, қанатпен сыпырсаң, бауырсақты ұн шығар-ау", дейді. Кемпірі солай істейді. Қамбаны қырады, қанатпен сыпырады, бір уыс ұн тауып, қаймаққа илеп, майға пісіріп, терезенің алдына суытуға қояды. Бауырсақ, жата-жата жалыққан бауырсақ терезеден секіріп, домалап түсіп жөнеледі. Бұл жерде атрибуттарын қоямын. Келесі ормандағы. Домалап келе жатса, алдынан қоян шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын", дейді. "Жоқ, қоян, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін", дейді де әндете жөнеледі. Әжем қойма қырнаған, 2 уысын жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден сатылдым, енді сенен құтылу қитар, қиын емес бұл маған, деп домалай жөнеледі. Бір кезде бауырсақ домалап келетса, алдынан қасқыр шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын". "Жоқ, сұр қасқыр, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін", дейді де әндете жөнеледі. Әжей қойма қырнаған, 2 уысын жинаған, бал қаймақпен сылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден сатылдым, мен қояннан құтылдым, енді сенен құтылу, сұр қасқыр, қиын емес бұл маған, деп домалап жөнеледі. Домалап келе жатса, алдынан қорбаңдаған аю кездеседі. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеп қоямын", дейді. Бауырсақ: "Жоқ, аю, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін", дейді де әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, 2 уысын жинаған, бал қаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден сатылдым, мен қояннан құтылдым, мен сұр қасқырдан да құтылдым, сенен құтылу, аю, қиын емес бұл маған, деп домалай жөнеледі. Келесі ол сүркіге кездескендегі біздің атрибутымыз. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығады. "Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін". "Жоқ, түлкі, мені жеме, мен саған өлең айтып беремін",
дейді де әндете жөнеледі. Әже қойма қырнаған, екі уысын жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған. Мен атайдан құтылдым, мен әжейден құтылдым. Енді сенен құтыл, түлкі, қиын емес болмаған. Түлкі: бауырсақ, бауырсақ, менің құлағым естімеуші еді, мұрныма келіп айтасың ба, дейді. Бауырсақ: ойында ештеңесі жоқ. Түлкінің тұмсығына барады. Мен әжейдің қойма тырнаған, екі уысын жинаған, балқаймаққа шылаған, пісіріп маймен сылаған деп айтып жатқан, оны түлкі жеп қояды. Осымен ертегі аяқталады.